Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда өте дәмді жұп-жұмсақ панкейктардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Құрғақ ыдысымызға айран, 1 шай қасық ас содасын қосып, араластырып, жылы жерге 5-6 минут қойып қоямыз. Кейін қант, ерітілген сары майымызды салып, араластырамыз. Екі жұмыртқа қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осы қоспамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, араластырып аламыз. Осымен дайын болады. Біздің қамырымыз қоймалжың болып шығуы қажет. Кейін қызып тұрған табамызға видеода көрсетілгендей дайын қамырымызды құямыз. Панкейктарымыздың бетінде осындай кішкене тесіктер пайда бола бастаған кезде екінші жағына аударып пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен панкейктар өте дәмді болып шығады. Шынымен де міндетті түрде жасап, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, мені қолдап жіберіңіздер.